Егер сіздің балаңыз дәл осылай телефонды тартып алатын болса, онда құттықтаймын, сіздер 8 айға толдыңыздар. Бүгін біз 8 айлық баланың даму кезеңіне тоқталамыз. 8 айда көп бала өздігінен тік отыра алады. Кейбірі еңбектей бастайды, бұл шығеттері күшейеді. Қолына ұстаған затты бір қолынан екіншісіне ауыстыра алады. Қатты тағамды шайнауға тырысады. Анасы мен әкесін жақсы таниды, оларды көргенде қуанады. Бөтен адамдардан қымсынып, анасына жабысады. Қол бұлғап, күліп, бұлдырлап өз ойын жеткізуге тырысады. Бұл жаста бала бұлдыр сөздер айтады. Мама, баба. Айтқандарының бәрін түсінбесе де, интонацияны сезеді. Сіз айтқан сөздерді жиі қайталау арқылы тілі тез дамиды. Балаға қауіпсіз орта жасаңыз, өткір, ұсақ заттарды алыңыз. Қатты сөйлемей, әрқашан жылы сөйлеңіз. Баланы теледидар, телефон алдында ұзақ қалдырмаңыз. Жиі құшақтап, сүйіп, эмоциялық жақындықты күшейтіңіз. Пирамидка түрлі түсті сақиналарды жинау, көру мен қимылын арттырады. Шарлармен ойнау, домалату, ұстау моторикасын күшейтеді. Ата-ана дауысы, қарапайым ән айтып беру, өлең оқу тілін дамытады. Айнамен ойнау, өз бейнесін көріп, тануға үйренеді. 8 айлық балада ұйқы режимі біршама тұрақтала бастайды. Тәуліктік ұйқысы шамамен 13-15 сағат, ал түнгі ұйқысы 10-12 сағат. Арасына 1-2 рет емуге ояну мүмкін. Күндізгі ұйқысы 2-3 рет, жалпы 3-4 сағаттай. Ұйқыға жатқызу белгілі бір уақытта бірдей ортада жатқызса, бала тезірек үйренеді. Ал қиындықтары тісі шыға бастауы мүмкін. Еңбектеуге қызығуы немесе анасына тәуелділігі ұйқыны бұзуы мүмкін. Яғни 8 айлық бала түнде ұзақ ұйықтайды, бірақ күндіз әлі де 2-3 рет ұйықтау қажет. 8 айлық кезең баланың ең қызықты әрі жылдам дамитын шағы. Ата-ананың сүйіспеншілігі мен уақыты ең бастысы. Егер осы кеңестерді қолдансаңыз, сәбиіңіздің дамуына үлкен үлес қосасыз. Каналға жазылып пікір қалдырыңыз, келесі видеода 9 айлық баланың дамуын талқылаймыз.